Қайырлы күн достар, сіздермен мен Әйгерім. Қысқа ең оңай жабылатын цитибелидің рецептіменен бөлісетін боламын. Менімен бірге ең соңына дейін болыңыздар. Ал ендеше ең алдыменен помидорларымызды жақсылап жуып тазалап алатын боламыз. Бұл жерде менде сулы помидор таңдағандықтан цитибелиге жақсы болатын болады. Шіріктерін алып, бөлек майдалап турап алатын боламыз. Одан кейін осылай көкөністердің барлығын мясорубкадан немесе теркадан өткізіп алатын боламыз. Мясорубкадан өткізілді көкөністің барлығы, одан кейін ең соңында помидорды өткізіп алатын боламыз. Өткізілген көкөністің барлығын қазанға салып, жай отқа қуырып алатын боламыз. Біртіндеп салып отырып қуырыңыздар. Пиязды, чеснокты, одан кейін барып болгарскийді, сәбізді ең соңында салып қуырып аласыздар. Қуырып болғаннан кейін үстінен помидорымызды құйып аламыз. Помидорымызды құйып, жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Помидорды салып араластырып болғаннан кейін үстінен мен дүкендердің барлығында сатылатын универсал приправасын қостым. 2 қалташасын қостым. Помидордың көлеміне қарай қосасыздар. Маған 2 қалташасы жеткілікті болды. Одан кейін жақсылап араластырып жіберіп, менде уже помидорларым қайнап шығып жатыр. Шет-шеті осылай көпіріп қайнап бастайды. Жақсылап араластырып жіберіп, достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай лавр жапырақтарын салып жіберсеңіздер де болады. Дәм береді ерекше. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Мен дәміне қарай тұзды салатын боламыз. Одан кейін осылай 5-6 дана ашыны турап салып жіберетін боламыз. Қайнаған суға алдын ала қақпақтарды салып қоятын боламыз. Банкілерімізді парт етілген банкіге помидорларымызды құйып шығатын боламыз. Осылай түсі әдемі болып шықты. Сулы, дәмі де жақсы болып шықты. Керемет. Міндетті түрде жауып көріңіздер осы әдіспен. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Жауып барлығын құйып алғаннан кейін банканың қақпағын жауып тұратын боламыз. Толықтай құйып болды. Содан кейін барып осылай банка жапқышпенен жақсылап бұрап жауып алатын боламыз. Барлығын жақсылап жауып бұрап алғандарыңыз жөн. Банканың жабылуына байланысты қақпағының қысқа ұзақ сақталуы. Осылай жауып алғаннан кейін бір тексеріп алыңыздар. Жақсы жабылған болса, екінші мәрте қайта жабудың қажеті жоқ.
осылай барлық банкілерді жауып алдық. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.